Баршаңызға сәлем, құрметті достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай нәп-нәзік, мамықтай үлпілдек, жұп-жұмсақ булочка пісіретін боламыз. Тапсырысқа да, отбасыңызға қонақ шақырғанда пісірсеңіздер болады, оңай дайындалады. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ендеше бастайық. Алдымен ыдысымызға жылы су, жылы сүтімізді құйып, үстіне қант саламыз, құрғақ ашытқы салып, араластырып бетін жауып, 20 минутқа қойып қоямыз. Жиырма минут өткен соң бетін ашып, бір жұмыртқа, сұйық май, бір шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Жаңа көрермен болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Енді араластырып, ұнымызды саламыз. Ұнымызды аз-аздан салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Керек ингредиенттердің мөлшерін төменде описаниеда қалдыратын боламын. Міне қамырымыз дайын. Енді сұйық май жағып, тағы да илеп шығамыз. Қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабысқыш болып келеді. Сондықтан сұйық май жағып, тағы да илеп шығамыз. Міне дайын болды. Енді бетін жауып, 2 сағатқа жылы жерге қоямыз. Екі сағат өткен соң қамырымыз толықтай көтеріп шығады. Міне қамырымыз дайын, толықтай көтерілді. Енді ыдысымыздан алып, бөліктерге бөлеміз теңдей. Егер таразы болса, таразының көмегімен, болмаса көз мөлшермен бөле берсеңіздер болады. Мен таразының көмегімен 60 граммнан бөліп шықтым бірдей бөліктерге. Бәрін бөліп алып, одан кейін домалақ пішінге келтіріп, табамызға пергамент қағазын төсеп, үстіне қоя береміз. Арасын алшақтау болу керек, көтерілгенде тығыз болып кетпеу үшін. Міне дайын болды. Енді бетіне сұйық май жағып шығамыз. Жан-жақтарына. Одан кейін 40 минутқа бетін жауып, 40 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Оған дейін бетіне себетін сеппесін дайындайтын боламыз. Ұнымызды, қантымызды, сары майды салып, қолымызбен үгіте отырып ұнтақ жасаймыз. Яғни крошка жасаймыз. Міне дайын болды крошкамыз.
булочкаларымыз көтерілді. Енді бетіне жұмыртқаны жарып, жағып шығамыз. Одан кейін дайындаған крошкамызды бетіне сеуіп шығамыз. Пештеріңізді алдын ала қыздырып қойыңыздар. Қызып тұрған пешке 180 градуста 30 минутта пісіп шығады. Біздің жұмсақ булочкаларымыз дайын болды. Өте дәмді. Үстіне бассаңыздар қайта орнына келеді. Ортасы толық піскен. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, үлпілдек. Енді сары маймен, вареньемен шешсеңіздер күшті өтеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, осы видеоны достарыңызға жіберіп қолдап қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Сол үшін подписация батырмасын басып, жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыз.